Биылдан бастап діни бірлестіктер кірісі мен шығысын бұқаралық ақпарат құралдарында жылына бір мәрте жариялауға міндеттеледі. Мұндай талап қоюға мешіт пен шіркеулердегі пітір садақалар мен қайырымдылық көмектерінің талан-таражға салыну оқиғалары себеп. Бұл ретте жаңа заң жобасын жасаушылар халықаралық тәжірибені де алға тартты. Мәселен, Малайзияда қайырымдылық жасау купон сатып алу арқылы жүзеге асады екен. Айдын Тонтай тегінен толық ақпарат. Елімізде тіркелген барлық діни мекемелер бұдан былай түскен пайдасы мен басқа да табыс көздер жөнінде есеп беруге міндетті. Мұндай заң көптеген елде қолдау тапқан. Мәселен, Түркия мен Тәжікстанда мешітке түскен табыс үнемі жария етіледі. Сондықтан аталмыш мемлекеттердегі дін қызметкерлері еңбек ақыны үкімет есебінен алады. Айта кетейік, аталмыш мәселе Қазақстанда көптен бері көтеріліп келеді. Діни бірлестіктердің осы қаржы қызметі бақылаусыз болғаннан кейін олардың әрекеттерінде кейбір заңсыздықтар болып жатады. Мысалы үшін кейбір діни бірлестіктердің әрекеттерінде жемқорлық көріністері бар. Болмаса кейбір діни бірлестіктердің әрекеттерінде заңсыз қаржыландыру мәселелері бар, басқа мәселелер бойынша бұл да қоғамның көңілінде кейбір жағдайларда күмән тудырып жатады. Қасиетті Рамазан айының сауабы мол. Алладан алақан жайып шын тілесе қабыл болады деген бұл айда жомарт жандар Құран оқытып садақаны молынан береді. Садақа деп береміз ғой, енді Алла деп, енді Алла білет оның бәрін деп, енді Құдай білет деп. Алланы аузымызға алып. Әркім енді өз үшін, өзінің өмірі үшін, өзінің бала шағасының ден саулығы үшін, осы еліміздің тыныштық үшін деп енді ойлаймын мен сондай садақа деп. Енді сонда да не нәрсе болсын, су болсын сұрауы бар дейді. Дұрыс қой, халыққа түсіндіріп, қайда кетіп, не болып жатқанын айтқан дұрыс деп ойлаймын мен. Алланың беріп жатқан садақасы қайда барса, жақсы жағына барсын. Даудың басы сол садақа жәшігінде. Қасиетті үйге қанша адам кіріп шығады, қанша қаржы қалдырады. Оны сіз де, біз де біле бермейміз. Енді ол ақпараттың барлығы ашық түрде жарияланады. Себебі халықтан түскен ақшаның есебіне жете алмай жүрген адамдар да жоқ емес. Еліміз бойынша 2563 мешіт бар. Соның ішінде 500 ғана өз-өзін қаржытпен қамтамасыз ете алады. Мына Астананың іргесіндегі Қабанбай дейтін ауылды бүгін ғана жағдаймен танысып қайттым. 3 имам ұстайды, қызметкер. Оған әрқайсысына 20 000 теңгеден жалақы бөлінеді, ал мешітке ай сайын 45 000 теңге түсім түседі екен. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі қолға алған бұл талапты біз өзімізше саралап көрдік. Үлкен қалалардағы мешіттер өз шығындарын өздері ақтауы мүмкін. Ал азын-аулақ тұрғыны бар ауылдағы жағдай қиындау. Алла үйіндегі күні-түні сөнбейтін жарық пен тоқтаусыз ағып жатқан дәреталар орындардағы су шығыны пітір садақаның есебінен. Тазалыққа жауаптылар мен мешіт қызметкерлерінің нәпақасы да соған кіреді. Кез келген мәселе ол заң шеңберінде алынуы керек. Оның ішінде жаңағыдай кілем болуы мүмкін, жаназада берілген, болмаса әртүрлі шапанда болуы мүмкін. Бірақ енді әрине, егер діни бірлестіктің өкілі оны жасырып қалса, және осыны берген азамат өзі шағым жасаған жағдайда, бұл әрине ол діни бірлестіктің осы басшысының заңсыз әрекетіне болып саналады. Имамдардың неке қию, жерлеу рәсімдерін өткізу сынды шаралардан шамалы болсын қаржы табары жасырын емес. Шапан жабылып, көлік мініп жататындардың табысы қалай есептелетіні әзірге бұлыңғырлау.